Және бота бар студияда. Қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Жігер қалай? Жақсы. Айтсаңызшы бірдеңе, сізді сағынған оқырманға не айтасыз? Сағынған оқырмандарға жалынды сәлем деп айтамын. Не айтамыз? Тойға келіп қалған жайыңыз бар? Иә, қуанышқа ортақтасып келдік. Қыз алып жатыр. Сол бұйырса жастар бақытты болсын. Иә, солай. Міндетті түрде эфирді көріңіздер. Эфирде басқа да қызықтарды көріп қалармыз мүмкін деген ойдамыз. Қалайсыз, Шерхан? Көңіл күйіңіз қалай? Өте керек. Иә, тойға бүгін басқалардан қалмай келіп қалыпсыз. Байқадыңыз тек тойға келемін. Иә. Не айтасыз досыңызға? Бақыт тілеймін. Әрдайым да сабырмен, керемет, бақытты сәттерінің бағасын біліп, қадірін біліп, екеуі өмір бойы бір жастықта қартаюын тілеймін. Иә, солай. Эфирді көріңіздер, эфирде алмаңыздар. Иә. Енді екі елді біріктіріп отырған бұлар. Иә, Шерхан досына қанша ақша салар екен көреміз. Құрметті оқырмандар, бізде той басталды. Студияда ең деген қатысушылар Нұрдәулет пен Аиданың достары. Қалайсыз, Мөлдір? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, барлығы күшті. Өздеріңіз қалайсыздар? Бүгін тойға келіп қалдық. Енді дәл басқа тойларға келмесек те, Аида мен Нұрдәулеттің тойына келмей қалсақ, ол өте ұят болады. Сол үшін достарымыздың қуанышына ортақтасайық деп бүгін келіп қалдық. Сізді жігіт тауып алды дейді ғой. Дейма? Рас па, рас емес па? Өтірік. 14-30-да өзім білмеймін, қалған бәрі біледі. Иә. Біздің жігіттің үміті әлі үзілмей жүргенінен хабарыңыз бар ма? Ол жігіттің үміткері бар емес пе? Иә, бірақ енді бар. Сонда да білмеймін, сізді айта береді, TikTok түсірейік дейді. Деп бүкіл құпияны ашып бере салдым ба? Сол Алматпен бағана